Футбол бұл өмір. Ал 13 сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгінгі жаңалықтар. Криштиану Роналду биыл чемпион болмасам қарада тұр деп жақсы жұмыс жасап жатыр. Хави Алонсо Ливерпульді жаман лақтырайын деп тұр. Осы жаңалықтар және де басқа да футбол жаңалықтары бар күнделікті футбол ақпараттарын жеткізетін 13 сектор арнасына дәл қазір сіз жазылып қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіз жазылып жатқанда біз бірден жаңалықтарымызды бастайық. Кеттік. Той болмады, балашаға жекпетті деген сияқты кешегі чемпиондар лигасы да көңілден шыға қойған жоқ. Кешегісі де, алдыңғысы да. Біз күткен нәтиже, біз күткен ойынды командалар көрсете алмай жатыр. Кеше Арсеналды мен жоқ дегенде бір 2 гол, 3 гол салып тастайды, Портуды жеп қояды деп ойлаған едім. Керісінше, Арсенал тек қана допқа иелік етті, басқа ештеңе бітірген жоқ. Керісінше соңғы минуттарда өздеріне гол да өткізіп алды. Осылайша жағдайлары қиындап қалды. Мен өте қатты сенімді едім. Енді қазірде сеніп отыруымыз мүмкін. Арсенал өзінің алаңында жеп қояды, бәрібір де шығады деп. Бірақ та өте қиын. Арсеналдың чемпиондар лигасындағы тәжірибесі өте жоғары емес екені көрініп қалды. Ал Барселона Наполи клубымен қалай ойнады? Барселона Наполи клубында Барселона фаворит болды. Барселона жоғары деңгейде өнер көрсетті, бірақ та бәрібір де есеп 1-1. Бір ғана мүмкіндікті Виктор Осимхен әдемі пайдаланып кетті. Левандовски гол салды. Ойынның үздік ойыншысы матчтың Левандовски болды. Бүгін не көреміз? Бүгін Лига Европа, Лига конференция ойындарын көреміз. Енді осылардың ішінде менің көзім түсіп отырған, осы ойынды көремін деп белгілеп отырған бір ойыным, ол Рома мен Фейенордтың арасындағы ойын. Фейенорд өзінің алаңында 1-1 деген есепті тіркеп тастады. Қазіргі таңда Рома жақсы ойын көрсетуде, Фейенорд шабуылдаушы клуб. Енді бір өте қызық ойын, орталық ойын мен үшін осы ойын болып тұр. Және де бұл жолы да екі команда бір-біріне гол соғады деген болжам бар, ой бар. Бүгін Астана уақытымен 23:45-тен бастап Лига Европа, Лига конференция ойындары басталады достар. Манчестер Юнайтедте үлкен өзгерістер болады достар. Ол өзгерістер енді жалпы бапкер ауысады ауыспайды белгісіз, ойыншылардың көбі ауысатын болады. Керек емес ойыншылардың бәрін жібереді жан-жаққа. Өздеріне керекті нақты еріктін хақ қалап отырған ойыншыларды алып беруге тырысып отырған жайы бар. Солардың ішінде Мейсон Гринвуд деген тамаша ойыншы бар. Кезінде бір кикілжіңдері болған өзінің қызымен арасындағы, бірақ ақталып шықты. Не дегенмен де бұл Гринвудтың жағдайын толықтай қараймыз, одан кейін командаға қайтадан алуымызда мүмкін деді. Егер командаға алмайтын дай жағдай болып жатса, біздің абыройымызға нұқсан келетін ол жігіт келсе деген сияқты жағдайлар болса, 40 миллион евроға сатуға дайын. Ал енді бұл Гринвудты қазіргі таңда Атлетико Мадрид қатты қалап отыр, алғысы келіп отыр, және де кез келген сәтте Манчестер Юнайтедпен келіссөздер жүргізуге дайын екендерін жеткізуде. Одан бөлек Марсиаль туралы айтатын болсақ, Марсиальды нақты сататын болды, келісімшартты созбайтын болды. Атлетик басылымының айтуынша. Ал енді Марсиальға қазіргі таңда ешқандай ұсыныс жоқ. Ол ертең еркін агент болатынын біле тұрып, еркін агент ретінде алып алғысы келіп жатқан жоқ ешкімнің. Бұл енді өте қиын жағдай Марсиаль үшін. Манчестер Юнайтедте әзірге осындай жаңалықтар бар. Ал енді өзіміздің чемпиондар лигасының гимнін тыңдап денеміз түршігіп болса, Азияның чемпиондар лигасы жайлы айтайық. Ол жерде Криштиану Роналду ой қастап жүр. Кеше Аль-Фейханы жеңіп, 86 минутта керемет гол салып, өзінің командасын, яғни Аль-Насрды Азия чемпиондар лигасының 1-4 финалына алып шықты. Қазіргі таңда Криштиану Роналду өте керемет ойнап жатыр. Өзі ішкі чемпионаты болса да, Азия чемпиондар лигасы болса да, жалпы соңғы 8 ойында қатарынан гол салып келе жатыр. Қазір машина от алып алды. Қандай лига, қандай чемпионат екені маңызды емес. Криштиану Роналду үшін негізгі мақсат жұмыс жасау, гол салу, тоқтамау. Және кешегі ойыннан кейін өзінің Instagram парақшасына бұл не деген керемет кеш деп жазған екен, жеңіс құтты болсын деп. Сол Криштиану Роналду айтпақшы, Криштиану Роналдуның жанкүйеріне жеңістеріңіз құтты болсын деп айтқымыз келеді. Криштиану Роналду әлі де біраз гол салады, және де финалға жетеді деген де ой бар.
Бавария клубы осы маусымнан кейін Томас Тухелді өзінің еркіне жібереді деген шешім қабылданып қойды. Егерде келесі ойынды жеңетін болса, келесі ойынды жеңбесе, одан да ерте кетіп қалуы мүмкін. Жалпы жарайды, келесі маусымда әңгімелесе берейік. Келесі маусымда Хави Алонсо келеді дейді. Хави Алонсоға енді Ливерпульда қызығып отырғанын өздеріңіз білесіздер. Ал енді дәл осы жерде немістің мықты инсайдері Флориан Флоттенберг айтады, Хави Алонсо Баварияға келуіне жақсы мүмкіндік бар. Немесе өте жақсы мүмкіндік бар деді. Себебі екі жақ қазірдің өзінде ашық түрде келіссөздер жүргізіп жатыр деді Флориан Флоттенберг. Нашар, әзірге белгісіз деген ақпараттарды айтқан жоқ. Ол инсайдер жақсы деді, немесе өте жақсы деді. Демек, Хави Алонсо Баварияға келуі мүмкін. Енді болмай қалған жағдайда Зинедин Зиданды ұсынғанын білесіздер. Зинедин Зиданмен де келіссөздер жаймен жүргізіп көрген білесіздер. Зиданның өзі де Баварияны баптауға қарсы емес екенін жеткізіпті. Оны Зиданның досы хабардар еткен екен. Бұл ақпараттардан Зидан Баварияны баптағысы келеді. Бірақ енді оны мен айтты деп айтпаңыздар. Атым жасырын болсын деп бір басылымға сұхбат берген екен Зиданның досы. Енді ол жасырын болсын болмасын, Зидан мен Баварияның арасында келіссөздер басталғанын бүкіл әлем біліп отыр негізінде. Енді қалай аяқталарын білмесе де. Демек енді егерде Хави Алонсомен келісе алатын болса, міндетті түрде бас бапкер Баварияның келесі маусымда Хави Алонсо болады деп күтілуде. Болмай қалған жағдайда Зинедин Зидан болады деген ақпараттар да бар. Бүгінге осы 13 сектор арнасына тіркеліп қойыңыздар достар. Себебі күнделікті қызықты ақпараттардың бәрі осы арнада жазылып, қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыздар.